балаға кітап сыйлау керек. Қымбат сыйлықтан қарағанда кітап сыйлап, сол кітапты оқып өскен, сусында өскен бала жаман болмайды. Өмірден өзінің орнын бәрібір табуға. Мен есімім Жаппарқұлова Айнұр Тұрғанбекқызы. Әлихан Бөкейхан атындағы Қарағанды қаласындағы жалпы білім беретін мектептің директорымын. Өте жоғары деп айта аламын. Жалпы менің адам болып қалыптасуыма, мұғалім болуымда да, ана болуда да, әйел болуда, тіпті қазір міне әже болу кезінде де осы кітаптың орны ерекше. Бізде үлкен кітапхана, өзіміздің отбасылық кітапханалар кабинеті бар. Сол кабинетте мен оқымаған кітап жоқ деп айта аламын. Менің ең алғашқы оқыған кітабым, сенесіздер ма, 7-ші сыныпта маған сыйлаған Шерхан Мұртазаның Жүрекке әжім түспейді деген кішкентай ғана кітап болды есімде. Одан кейін Көңілімнің құстары деген Күләш Ахметованың өлеңдер жинағы. Прозадан Шерханды бастадым, Шерхан Мұртазаны, поэзиядан Күләш Ахметованың өлеңдерімен. Сондықтан мен прозаға да, поэзияға да жақын болдым. Абай жолын міндетті түрде оқыдым. Абай жолын мен бірақ 10-шы сыныптан бастап оқыдым. Абай жолын 3 рет оқыдым. Сосын әрине Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясын. Ол атын ұмытып отырмын, Ерлан Әшім ағамыздың. Оның ішінде жаңағы Ерлан Әшімнің кішкентай күндегі басынан кешкен оқиғалар, оны сатып алып оқыдым кәдімгідей. Бұйырса оқимын деп жүрген Кемел адам бар. Еңбек демалысына шықсам, сондықтан енді бұйырса сол Кемел адамды бастаймын, оқимын деп ойлаймын. Менің ең сүйікті кітабым Шерхан Мұртазаның кітаптары. Аймен Айшасы, жаңағы Жүрекке әжім түспейді туындылары. Шерханның туындыларын мен шынымен өте жақсы көріп оқимын. Бала күнімде өте көп оқыдым кітап. Өте көп оқыдым, өте кітап, сол кезде кітаптарым өте көп. Ал енді соңғы осы 2-3 жыл мені кітаптан кішкене алыс. Жаңағыдай қазіргі заманға кішкене болса да бағыт бағдар беретіндей жастарға. Себебі жастардың көбі адасып жүрген адамдар бар қазір. Жол таппай жүрген адамдар бар өмірден. Бұрынғы кезеңдегі болсақ, бұрынғы жастарға махаббат туралы, лирикалық, кішкене жаңағы драмалық шығармаларды айтар едім. Ал қазіргі таңда жаңа Кемел адам, психологиялық, мотивациялық кітаптарды көбірек оқыған дұрыс шығар деп ойлаймын. Ол менің пікірім, жеке, басқалардың пікірі қандай екенін білмеймін. Мен қазіргі таңда тұлға деп есептеймін өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлын. Ол кісінің әрбір көзқарасын, әр айтқан сөзін тыңдап отырамын. Мен сол кісіні нағыз тұлға деп айта алар едім. Мен өз басым. Әйел азаматтардан менің тұлға деп Нұрсұхан Ахметовна, Бейсенбаева деген апайымыз бар, Нұр апайымыз дейміз. Әйелдердің ішінде де тұлғалар бар. Мен жалпы ұрпақтың біліміне, ұрпақтың тәрбиесіне бейжай қарамайтын адамдарды тұлға деп айта алатын едім. Әлихан Бөкейханның сөзі бар ғой, тірі тұрсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Міне осы ұстаным барлық адамда болу керек. Бәр адамның, егер жұмыс істеп жүрген адам болса, үстелінің үстінде ол күнделікті жұмысқа келген кезде сол сөзді оқып барып жұмысын бастау керек деп ойлаймын. Ең алдымен мен не істеп жүрмін деген кезде мен қазаққа қызмет ету үшін жүрмін деген ой болу керек.